дейді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Абу Хурайрадан жеткен хадисте, инналлаха ярда лакум саласан, үш нәрсе сендерде болса, сендерге Алла разы болады дейді. Ан та'будуху ва ла тушрику бихи шай'a. Сендер Аллаға құлшылық етіңдерде оған ортақ қоспаңдар дейді. Бұл біріншісі. Құдайға шүкір, ешқайсымыз ортақ қоспаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Ла ақша ала уммати бишширк. Мен үмметімнің мүшрік болып кетуінен, шірік жасауынан қорықпаймын деді. Құдайға шүкір. Екінші, ва ан тағтасиму би хаблиллахи жами'a ва ла тафаррақу. Сендер Алланың дінінде бір болыңдарда бөлінбеңдер деді. Міне бұл екінші сипаты. Үшіншісі, ва ан танасаху мин ман валлаху Аллаху амракум. Алла сайлаған басшыларының насихатын қабыл алыңдар дейді. Осы үш нәрсе сендердің бойларыңда болса, Алла тағала сендерге разы болады дейді. Алла субхану тағала бұны Құранда айтты. Алла айтады, атиғулла ва атиғур расул ва улил әмрі минкум. Сендер Аллаға және Алланың елшісіне араларынан шыққан басшыға бойсұныңдар дейді. Өйткені басшыға бағынудың, жаңа біздің уағызымыздың тақырыбы ауызбірлік. Сол ауызбірліктің басы бағынуда тұр. Біз кейде қараймыз, адам Алла бақыт бер дейміз. Немесе 2 жас үйленсе бақытты болсын дейміз. Бірақ сол қалай бақытты болудың принциптарын көрсетпейді екен бізді. Алла ауыз бірлік берсін деп сұраймыз. Сол ауыз бірліктің болудың бірінші шарты ол Құдай берген басшыға бағыну екен. Ал мынау тарихқа үңілетін болсақ, ағайын әңгіме көп. Мынау Міржақып Дулатов бабамыздың деп айтайық, кезіндегі тұлғалардың, осы қазақтың орысқа жем болып тауқымет кешуінің былай деп өзінің өлек шумағында суреттейді екен. Бірлік жоқ, алтауызды қалықпыз ғой, қатардан сол себепті қалыппыз ғой. Ғылым мен мағрифатты керек қылмай, надандық шәрбетіне қаныппыз ғой. 300-ге біздің қазақ бөлінеді, осылай шежіреден көрінеді. Саны көп, сапасы жоқ, хаммадан бос. Ғылымға мойын сұнбай ерінеді. Ол заман 301-ге араласқан, бағынып, еш падишатқа қарамастан, қаншығып, өз ішінен халықты билеп, билері хүкім айтып, өрнек шашқан. Сол кезде біздің қазақ ала болған, көлделең дұшпандары және болған, күштісі нашарларын шауып алып, бұрынғыдай болмаған бәле болған. Мал ұрлап, кісі өлтірсе батыр деген, байлары кедейлердің хақын жеген, біз мұндай бұл уақытта болар медік, істесе халық пайдасын ақылменен. Мазасы кеткен бірдей іштен сырттан, аз ата көрген қорлық күшті жұрттан, екі сұңқар таласса құзғынға жем, берекесін бұл қазақ сөйтіп құртқан дейді. Құрметті ағайын, егер екі қазақ ерегессе, біз дұшпанға жембіз. Соны былай деп айтып жатыр. Екі сұңқар таласса құзғынға жем, берекесін бұл қазақ сөйтіп құртқан. Құрметті ағайын, бізге ауыз бірлік керек. Өзді өзі тату болып тұрған күнде қалармет әр нәрседен мұндай басқа. Мінекей бұл уақытта тұрмыз енді дұшпанға таба болып күлкі досқа дейді. Қараңыздар, қалай алауыздық, бір-бірін тыңдамау ерегесудің нәтижесі бізді қандай қалге душар қылғандығын айтып жатыр. Кезінде Хакім Абайдың да айтқан мынадай бір шумақ өлеңі бар. Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ. Сапырылды байлығын, баққан жылқын, бастами қолдамалға талас қылған, күш шынасқан күндестік бұздау шырқын. Бас-басына би болған өңкей қиқым,
мінекей бұзбады ма елдің сыйқын дейді. Қазір басына би болған өңкей қиқымдарды тыңдағаннан Құдай берген басшымызды тыңдап, дін басымызды тыңдайтын болсақ, құрметті ағайын, Алла бізді берекемізден айырмайды. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب الله تعالى жерімізге амандық бер ya Rabbim Allah Teala. Елімізге амандық бер ya Rabbim Allah Teala. Ел басындағы азаматтарға күш қуат бер, сабырлық бер, инсаф тауфық бер, қанағат бер ya Rabbim Allah Teala. Ya Rabbim Allah Teala бауырларымызға ауыз бірлік ынтымақ бер, мұсылмандарға бауырлық бер ya Rabbim Allah Teala. Отбасыларымызға амандық бер. Ya Rabbim Allah Teala еліміз тәуелсіз болып, аспанымыз ашық болып, келер ұрпағымыз, балаларымыз, немерелеріміз, ұл қыздарымыз ya Rabbim Allah Teala тәуелсіз Қазақстанда, бейбіт Қазақстанда исламмен өмір сүрулерін нәсіп ете көр ya Rabbim. Ya Rabbim Allah Teala біздерді дұшпанның, дінсіздердің аяғының астына езгіге қайтып қалдыра көрме ya Rabbim Allah Teala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar.